Сәлеметсіздер ме? Менің ісімім Анар Нұраханқызы. Бүгінгі видеомыз Канадаға саяхат визаны қалай алуға болады. Алдыңғы жылдағы видеомыздың ішінде 5 түрлі Канадаға бару амалдарын айттық. Соның ішіндегі бірінші түрі саяхат визасын алу. Қандай жағдайда саяхат визасына тапсырасыз? Біріншісі, әрине саяхатқа барғанда, екіншісі сіздің туысыңыз болмаса, достарыңыз бар болатын болса, туысшылау визада саяхат визаның ішіне жатады. Одан сырт бизнес митингге қатынасқан кезде, international conference, international үлкен конференстарға қатынасқан кезде, international trade shows, international business эксподарға қатынасқан кезде, сіз саяхат визасына тапсырасыз. Екіншіден, қалайдан тапсырасыз? Екі түрлі амал бар. Біріншісі онлайн тапсыру, екіншісі хат арқылы тапсыру. Әрине оның ішіндегі ең оңай түрі, тез қолыңызға тигізетін түрі онлайн тапсыру. Ондай болмаса, торап арқылы қалайдан тапсырамыз? Менің ендігі астыдағы, төмендегі айтқандарым бәрі онлайн торап арқылы тапсырудың жолдары. Біріншісі, әрине сіз Канада IRCC дейтін өзінің бір торап беті бар. Сол торап бетіңіздің ішіне өзіңіздің жекелік аккаунтыңызды ашасыз. Оның ішіне ашып болған соң документтеріңізді сол жерден тапсырасыз. Әрбір документтеріңіздің бәрі electronic copy. Былай айтқан кезде оның бәрі электрон нұсқасы. Былай айтқанда сіз рәсімге тартасаңыз да болады, соны арқылы тапсырасыз. Қандай документтерді тапсырамын? Біріншісі, әрине сіздің паспортыңыздың копия. Паспортыңызды рәсімге тартып алып, соның рәсімін жаңағы IRCC-дің торап бетіндегі онлайн аккаунтыңыздың ішіне тапсырасыз. Екіншісі, рәсім. Сіздің екі талды рәсіміңізді тапсырасыз. Әрқандай жерге барып рәсімге түсуіңізге болмайды, оның өзінің specific requiremenттар бар. Айтқан кезде өзінің өте жіңішкелік талабы бар. Сіз сол арқылы виза болмаса паспорт рәсімдерді тартып беретін сондай жерге барып түсесіз. Түскенде сіз қолыңызға әрине рәсіміңізді береді, одан сырт сіз electronic copyіңізді алуыңыз керек. USB болмаса сондай өзіңіздің немелеріңіздің ішіне кіргізіп алсаңыз болады, USB-деріңіздің ішіне. Сол арқылы electronic рәсіміңізді тапсырасыз. Үшіншіден, bank statement. Сізде жеткілікті пулыңыз бар, жеткілікті ақшаңыз бар дегеннің дәлелі. Оны қалайдан дәлелдеуіңізге болады? Әрине сіздің бәнкке картаңыздың ішінде қанша ақшаңыз бар? Бұл бір тәсілі. Өзіңіздің онлайн бәнкіңіздің ішіне кіріп, болмаса бәнкіңізге барып, өзіңіздің картаңыздың бәнкеге барып, оған сіздің бәнке картаңыздың ішіне қанша ақша бар, жеткілікті ақшаңызды бардың дәлелін копиін, оны да рәсімге тартып алсаңыз болады, болмаса скан қылдырып, оны торапқа тапсырасыз. Жәнегі IRCC-дің өзіңіздің аккаунтыңыздың ішіне тапсыратын боласыз. Жеткілікті ақшаңыз бар дегеннің басқа бір амалы, мысалы сіз өзіңіздің қызмет істеп жатқан қызметкер болатын болсаңыз, әзіргі істеп жатқан жердегі employer сізге хат жазып берсе болады. Мысалы қайсы мекемеде қызмет істейді, әр айында қанша пұл аласыз, қанша ақша аласыз деген сияқтының бір документ болса да болады. Оны да рәсімге тартып, жаңағы тораптың ішіндегі өзіңіздің аккаунтыңыздың ішінде жерлері бар, сол жерге тапсырасыз. Төртіншісі, police certificate. Police certificate өзіңіздің жергілікті сақшы мекемесіне барып аласыз. Осы бір жылдың ішінде ешқандай заңсыз жұмыстарға қатынаспадым дейтіннің куәлігі. Бұл жерде бір айта кетер нәрсе, мен алдыңғы видеода айттым, өзім қазақ тілін мектепке бармадым. Сондықтан кейбір нәрселерді жақсы түсіндіре алмай қалған жағдай болады. Кейбір сөздердің terminology, болмаса атаудары дұрыс болмауы мүмкін. Бірағында өзімнің күйіміне келсінше сізге түсіндірейін. Әрбір нәрсенің атауын сіз өзіңіздің жергілікті мекемелеріңізде қалайдан айтылады, сол сияқты тауып алуыңызға болады. Мысалы, жаңағы police certificate.
жергілікті сақшы мекемесінен барып сұрасаңыз, ол сізге сөзсіз сізге шығарып береді. Next one, бесіншісі IMM 5257 form. Мынау бір графа, ол графаны сіз Канада виза application былай тапсыратын жерлердің бәрінен тауып алуыңызға болады. Ол графаны сізге қажеті болатын болса, табылмай жатқан жағдай болатын болса, сіз біздің комментарийға жазсаңыздар да, біз оған көмектесуімізге болады. 5257 дейтін графа нөмірі, сол графаны тоштырасыз. Алтыншысы, пулыңызды тапсырасыз. Қанша ақша кетеді, жаңағы документтеріңізді тапсыруыңыз үшін $200 ақша кетеді. Былай айтқан кезде сіз $200 ішінде Канаданың саяхат визасына жеткілікті $200 арқылы саяхат визасын алуыңызға болады. $100 жаңағы графа толтыру, енді $100 сіздің фингерпринтіңізді тапсырасыз. Саусақ бедерін тапсырасыз. Ондай болса, саусақ бедерін қай жерге барып тапсырамын? Саусақ бедер, сіз жаңағы әрбір графадарыңызды торап арқылы тапсырдыңыз, сосын біраз уақыт кетеді, мүмкін бірнеше күн, бір аптаның ішінде сізге сөз қайтаратын болады. Әрқандай осы сіздің беріп жатқан кездегі әрқандай сізден сұрақтары болса, болмаса өттіңіз, өтпедіңіз деген нәрселердің бәрін жаңағы өзіңіз онлайн аккаунтының ішінен табуыңызға болады. Бір аптаның ішінде тексеріп тұрсаңыз, сізге барып қол бедерін мына жерге апарып тапсырыңыз, мына күнде, мына уақытта деп сондай бір хат келеді. Оның бәрі ағылшын тілде жазылған. Сол хатыңызды алып, әрине ол айтады, өзінің жергілікті Қазақстандағы екі жерде бар Канаданың эмбасси, Канаданың елшіханасы, біреуі Астанада, біреуі Алматыда. Сіз өзіңіздің жағдайыңызға қарап, сол Алматыда болмаса Астанадағы Канаданың эмбассиіне барып, қол өнерін, қол бедерін жинап алатын жерге барасыз. Ол жерде жаңағы хатын аласыз, одан кейін сіздің паспорттарыңызды, нақты документтердің бәрін апарасыз. Ол кезде нақ копи емес, нақ өзіңіздің документтердің бәрін апарасыз. Оның бәрі жаңа хаттың ішіне айтыласыз, қай жерге барасыз, қайсы уақытта барасыз, нені апарасыз дейтін документтің ішіне бәріне жазылады. Екіншіден, 14-79 жастағы аралықтағы адамдар қол өрнегін береді, тапсырылады. Одан кішкене балалар болмаса, одан үлкен кісілер болатын болса, оны тапсыруының қажеті жоқ. Тағы бір айта кетер, Канада екі тілді мемлекет тілі деп есептейді. Бірі ағылшын тілі, енді бірі франция тілі. Сондықтан сіздің жаңағы бар документтеріңіз, мысалы сіз полистен алған заңсыз жұмысқа қатынаспадым дейтін куәлігін әрине Қазақстанда Қазақстан тілімен болмаса, қазақша тілмен болмаса, басқа тілдермен жазып берген болса, сіз оны ағылшын тілге аудартасыз. Оны аудартатын эйдженсилерге апарып аудартуыңыз керек. Одан сырт ол аудартылғаны дұрыс дегеннің бәрін notary certificate қылуыңыз керек. Нотариалды куәландыру деп айтылады екен, оны сіз аудартатын жерге апарсаңыз, оның бәрі түсінеді. Сіз жалғыз келмей балаңызбен келетін болса, болмаса жарыңызбен бірге келетін жағдай болатын болса, басқалай документті де тапсыруыңыз керек. Мысалы, балаңыз өзіңіздікі дегенді дәлелдеуіңіз керек. Бұл айтқан кезде бала куәлігі, кішкентай баланың куәлігі, оның ішінде атасы кім, әке-шешесінің аты да мындай бәрі де жазылады. Ол қазақша жазуда жазылған болса, оны да аудартасыз. Жарыңызбен бірге келетін болсаңыз, ол сіздің жарыңыз екенін дәлелдеуіңіз керек. Сондықтан той куәлігін бірге ала жүруіңіз керек, тапсыруыңыз керек. Жаңағы онлайн аккаунттың ішіне тапсыруыңыз керек. Рәсми тартуыңыз керек, одан сырт оны аудартасыз. Аудартылған нотариалды куәландыруын документтің тапсыруыңыз керек. Одан сырт айта кетер, сіз шынымен де саяхатқа баратын болсаңыз, жаңағы документтің бәрін алып жүруіңіз керек. Балаңыздың куәлігін, той куәлігін бәрін бірге алып жүруіңіз керек. Одан басқа документтер, мысалы, сіз
6 айда келіп уақытында қайтам дегеннің дәлелі болу керек. Кейбір адамдар 6 айдың ішінде кіріп болған соң басқа жолдарға, мысалы мектептерге оқып кетеді, болмаса басқа жағдайлар болып кетеді, олар уақытында қайтпайтын жағдай болады. Сондықтан сіз оны дәлелдеуіңіз керек. 6 айға шейін тұрамын, одан кейін уақытында қайтамын деген дәлелдеуіңіз болу керек. Мысалы, қандай документтер дегенде, сіз үйіңіз болса, үй мүлкіңіз, үлкен бизнесіңіз, компанияңыз бар болса, болмаса туыс-туғандарыңыз бар, әке-шешелерім бар деген мындай сөз қайтам дейтін бір дәлелдер болады. Оларды тапсыруыңызға болады. Оның бәрін аудартуыңыз керек. Кейбір жағдайларда сіз хат арқылы жазуыңызға болады, ағылшын тілімен. Сонымен сіз жаңағы онлайн аккаунтының ішінде барлық керекті документіңізді тапсырдыңыз. Хат келді, қол бедерінде тапсырып болған соң, сіз тағы да тосасыз. Бірнеше күннің ішінде, көп болса, бір-екі аптаның ішінде сізге ең соңғы бекімін жасап тапсыратын болады. Сіз өттіңіз дейтін болса, сізге хат келеді, оның ішінде паспортыңызды әзіргі Канаданың Қазақстандағы елшіханасына өзіңіз алып келіңіз дейтін хат келеді. Ол хаттың ішінде жазылады, қай жерге барасыз, Астанаға, болмаса Алматыға, болмаса осы екеуінің ішіне біреуін өзіңіз талдайсыз. Паспортыңызды әкеліңіз, басқа барлық документтеріңізді өзіңіз келіп, біздің елшіханаға келіңіз дейтін хат келеді. Өткен болатын болсаңыз, жаңағы керекті документтерін алып, сіз өзіңіз Астана, болмаса Алматыдағы Канаданың елшіханасына өзіңіз апарып бересіз. Дәл сол жерде сіздің паспортыңыздың үстіне саяхат визаның виза таңбасын басып береді. Сонымен сіз саяхат визасын алуыңызға болады. Саяхат визасы 6 айға шейінгі уақыт береді. 6 айдан көп тұрам дейтін болсаңыз, онда басқа виза түрлерін тапсыруыңыз керек. Сіздің жаңағы саяхат визаңыз қолыңызға түсіп болған соң, сіз қашан шығуыңыз керек дейтін сұрақ болуы мүмкін. Кейбір мемлекеттерде оқшамайтын өздерінің белгілемелері бар. Саяхат визасы сізге таңба басып берген соң, қанша уақыттың ішінде сіз шығып кетуіңіз керек дейтін. Ал Канадада сіз 10 жыл уақытқа шейін шықпай жүрсеңіз, 10 жыл уақытқа шейін қайсы уақытта шықсаңыз да болады. Бұл 10 жылға шейін күшке ие. Сіз 10 жылдың ішінде қайсы уақытта да барсаңыз болады. Барған бір жолы Канадада тұратын уақытыңыз 6 айға шейінгі уақыт. Сонымен бүгін біз Канада саяхат визасын қалайдан алуға болады дейтін іштерлей таныстырып өттік. Сізде қандай сұрақтарыңыз бар болатын болса, сөзсіз біздің комментарийға жазыңыз. Кейбір нәрселерді мен жақсы түсіндіре алмай қалған жағдай болатын болса, сұрақ сұраңыз. Сөзсіз сұрақтарыңызды өзім жекелеп көремін. Біз өзіміз оған уақытында қайтаратын боламыз. Сонымен сізбен бірге болған Анар Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыз.